Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде математика сабағы. Барлығыңызға бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Ендеше балалар, оқулығымыздағы 38-ші бетті ашайық, бүгінгі тақырыпқа қарайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Яғни балалар, бүгінгі сабағымызда бір таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы қосу кестесін құруды және қолдануды үйренетін боламыз. Барлығымыз дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. 28-ші қыркүйек және көркем жазу 40-41 сандарын әдемі көркем етіп жазайық. Жазып болсақ балалар, бүгінгі ортақ тақырыбымыз мен санауды жақсы көремін деп аталады. Яғни балалар, есептеу үшін біз санауды жақсы білуіміз керек. Енді оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада балалар, кестедегі мәліметтерді пайдалана отырып есептер құрастырамыз. Анам әртүрлі бәліш пен тоқаш пісірді. Анасының пісірген бәліші мен тоқашының суреттері берілген. Яғни бірінші сурет бойынша қарайықшы балалар. Бәліш неше бәліш пісірген екен? 15 дана бәліш пісірген екен. Неше тоқаш пісірген екен? 8 дана тоқаш пісірген екен. Ендеше балалар, осы суреттің астындағы сызбаға назар аударайық. Бәліш қанша? Бәліш 15. Тоқаш қанша? Тоқаш 8. Бізде есептің шартын құрастырдық. Енді есептің сұрағына назар аударайық. Есепте екеуі де белгілі, бірақ біз табу керекпіз. Нені балалар? Тоқаштың бәліштен қанша кем екенін табу керекпіз. Ендеше осы сызба бойынша дәптерге есепті жаза қояйық. Тағы да қайталаймын. Бәліш 15 дана, тоқаш 8 дана. Тоқаш бәліштен қаншасы кем? Қанша кем екенін табу үшін балалар есепті салыстыра отырып есептейміз. Шешуі. Не істейміз балалар? Қалай табамыз? Дұрыс айтасыздар. 15-тен 8-ді азайтамыз. Шешуі 15 азайтылған 8 тең болады. Қанша болады балалар? 7 болады. Ендеше жауабы қалай болады? Жауабын жазу үшін қайда қараймыз? Сұрақтың алдындағы сөзге қараймыз. Яғни тоқаш бәліштен 7-і кем. Міне балалар, біз есепті құрастырып және шығардық. Екінші бағандағы суретке назар аударайықшы балалар. Бәліш қанша? Бәліш 17 дана. Тоқаш қанша? Тоқаш 9 дана. Қайсысы артық? Бәліш артық. Ендеше балалар, есептің шартын құрастырайық. Бәліш 17 дана, тоқаш 9 дана. Бәліш тоқаштан қаншаға артық? Сызба бойынша есепті жазамыз. Шешуін табу үшін не істейміз балалар? Бұл жерде де 17-ден 9-ды азайтамыз. Сонда қанша шығады? 8 шығады. Ендеше есептің жауабы бәліш тоқаштан 8-і артық. Есепті менің түсіндірмем бойынша өзің жазып ала қой. Жарайсыздар балалар. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Тиісті қосынды шығу үшін балалардың әрқайсысы қандай карточканы алды? Әртүрлі жағдайларды қарастыр. Балалардың қолында балалар 16, 15, 17, 14 сандары тұр. Яғни бұлар қосындының мәндері болып табылады. Астыңғы кеспе қағаздарда сандар беріліп тұр. Ендеше бірінші мәні 16-ға тең болатын қандай өрнек құрастыруға болады төмендегі сандарды пайдаланып? Дәптерге жазып ала қой. 16-ға мәні 16 болатын, мысалы
9-ға 7-ні қосуға болады, е? 9 бен 7-нің қосындысы 16. Сол сияқты өздеріңіз осы кеспе қағаздар бойынша өрнек құрастырып мәнін таба қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. Енді үшінші есепке назар аударайық. Сызба берілген, сызба бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Қарайықшы балалар. Сырым және Әлия туралы есеп. Сырым сызба бойынша, қане сырымның тұсындағы сызба бойынша сөйлеп көрейікші. Сырым 3 доп сатып алды. Яғни тірек сөз сырым сызықша 3 доп. Әлияға қарайық. Әлия 6 ойыншық сатып алды. Яғни Әлия 6 ойыншық. Екеуі де сатып алып тұр. Сондықтан сырым мен сырым 3 доп, Әлия 6 ойыншық деп жазамыз. Енді сұраққа назар аударайық. Бірінші, нені табуға болады? Нешеуі кем? Яғни сырымнан Әлияға стрелка шығарамыз және сырымның тұсына қаншасы кем деп жазамыз. Қаншасы кем, балалар? Қалай табамыз? Шешуі 6 мен 3-тің айырмасы 3-ке тең. Жауабы сырым Әлиядан 3-еуі кем доп сатып алды. Келесі вариантын қарастырайық. Сырым 3 доп сатып алды, Әлия 6 ойыншық сатып алды. Сұрақ: Әлия сырымнан қанша артық, яғни стрелка арқылы кетеді, қанша артық? Шешуі: не істейміз, балалар? Тағы да бұл жерде 6 мен 3-тің айырмасын табамыз. 3-еуі артық екен. Яғни біз, балалар, қанша артық, қанша кем екен бұл осы есептер арқылы түсіндік деп ойлаймын. Жарайсыздар, балалар. Есепті айтылған шарты бойынша есептеп жазып шығарамыз. 4-ші тапсырмаға назар аударайық, балалар. 4-ші тапсырмада есептеу. Өз бетіңмен өрнектің мәнін тауып жаза қой. Енді, балалар, 5-ші тапсырманы салыстырып шығарамыз. 9 және екінші жақта 12 мен 5-тің айырмасы қайсысы артық, қайсысы кем? Артық кем таңбасын салып есептеп шығара қояйық. 6-ші тапсырмада, балалар, өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. А нұсқасын оқимын. 3 пен 8 сандарының қосындысына 4 санын қос дейді. Ендеше, балалар, 3 пен 8 сандарының қосындысы 3 пен 8-ді қосамыз. Бұл өрнекті жақшаға аламыз міндетті түрде. Себебі 3 пен 8 деп тұр. 3 пен 8-ді жақшаға аламыз. 3 қосу 8 жақшаның ішінде болады. Және жақшаның сыртында оған 4-ті қосамыз. Мәнін табамыз. Келесі 10 санынан 12 мен 7 сандарының айырмасын азайт. 10 саны жақшаның сыртында қалады. 12 мен 7 санның айырмасы ол жақшаға алынады. Және азайт. 10 азайту жақша ашылған 12 азайту 7 болады. Мәнін табамыз. Келесі 11 мен 6 сандарының айырмасына 5 санын қос. 11 мен 6 санның айырмасы 11 азайту 6 жақшаның ішінде болады екеуі. Және оған 5-ті қосамыз. Азайтамыз. 5 сан қосамыз, кешірерсіздер. Одан кейін 15 санынан 4 пен 5 сандарының қосындысын азайт. 15 санынан деп тұр, яғни жақшаның сыртында 15 қалады. 15 азайту жақша ашылған 4 қосу 5 болады. Келесі 13 пен 3 сандарының айырмасына 5 санын қос. 13 азайту 3 жақшаның ішінде болады, балалар. Жақшаның сыртында қосу 5 болады. 8 санына 12 мен 3 сандарының айырмасын қос. 8 санына деп тұр. Пен жоқ бұл жерде 8 санынан кейін. Сондықтан 8 саны жақшаның сыртында қалады. 8 қосу жақша ашылған 12 азайту 3 болады. Жақша жабылған. Міне, балалар, осылайша өрнекті жазып, мәнін табасыздар. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызда біздер бір таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы қосу мен азайтуды
үйрендік және есептер шығардық. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.